Бүгін ауызашарға осындай керемет чебуреки дайындаймыз. Ол үшін жылы сүт, жылы суымызды, азырақ сұйық майымызды, тұзымызды, қантымызды салып, мен разрыхитель пайдаландым, себебі ашытып ұзақ уақыт құртпаймыз. Ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізге пияз қажет болады. Пиязымызды ашып, осылай төрт бұрышты қылып турап, мен блендер пайдаландым. Сіздер де пайдалансаңыздар болады, немесе мұндай жоқ болса, майдалап тураған жөн болады. Пиязымызды дайындап аламыз, сонан соң фаршымызды салып, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Жаңағы қамырымызды алып, пышақпен кішкене бөліктерге бөліп, оның көмегімен қолымызбен зуала жасаймыз, домалақ етіп. Сол домалақ зуаларымызды алып, оқтаудың көмегімен видеодағыдай етіп жаямыз. Барлығын жайып, дайындаймыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Дәл осы видеодағыдай барлығын жайып, ішіне жаңағы дайын фаршымызды салып, аз-аздан салып шығамыз фаршымызды. Сонан соң қамырымызды бір бүктеп, түйіп, қолымызбен шет-шетін қатты басамыз. Сонан соң вилканың көмегімен, шанышқының көмегімен узор салып шығамыз, чебурекидің формасына келтіріп. Дәл осылай барлық қамырларымызды шетінен жайып, дәл осылай дайындап алатын боламыз. Табамызға май құйып, қызып тұрған майымызда жай отта барлығын қуырып, пісіріп алатын боламыз. Менің каналымда рецепттерден бөлек қызықты видеолармен де бөлісіп отыратын боламын. Дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын!